Alhamdulillah вахда, вассалату аля ман ла набия ба'да. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Құрметті мұсылман бауырлар, мына ораза айында біздер тарауих намаздарды оқып жатырмыз. Сол тарауих намаздарының 30 күн оразада ұстаған оқыған намаздарымыздың әрқайсысында үлкен сауаптар жатыр. Сол сауаптардың қандай екендігін мына бір хадисте баян етіледі. Ан Али ибн Аби Талиб радийаллаху анху аннаху қал суила наби саллаллаху алейхи ва саллям ан фазаил таравих фи шахр рамазан. Хазрет Али ибн Аби Талиб радийаллаху анху риwayat қылады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям сұраған екен таравих намаздарының сауаптары турасында, фазилат турасында, Рамазан айында. Фақол, сонда Пайғамбар саллаллаху айтқан екен: Яхруджул муъмину мин замбихи фи авали лейлатин кайаумин валидатху уммуху. Яғни таравих намазын бірінші күн оқыған адамдар, сол мешіттен шыққан кезде, таравих намаздан шыққан кезде, тура анасынан туылған күні қандай пәк болса, тура сондай пәк болып, күнәдан пәк болып шығады таравих намазын деген екен. Ол бірінші күнді таравих оқыған намаздардың фазилаты, сауабы. Екінші күні وفي الليلة الثانية يغفر له ولأبويه إن كان مؤمنين. Екінші күні таравих намазын оқыған адамдарға күнәсі кешіріледі және оның ата-аналарының күнәлері кешіріледі. Ин кана муминин, егер сол ата-аналары мумин болсалар. Екеуі де мумин болса, ата-аналары да өзі де мумин болса, таравих намазына қатысқан адамдардың күнәлері кешіріледі деген екен. Бұл екінші күні. Ва фи лейлати салисати. Үшінші күні юнади малакун мин тахтал арш ғафараллаху ма тақаддама мин замбик. Үшінші күні арштың астындағы періштеден дауыс келіп, Алла тағала бұл кісінің алдыңғы жасаған күнәлерінің барлығына кешті деген дауыс келеді дейді. Үшінші күні таравихқа қатысқан адамдарға. وفي ليلة الرابعة له من الأجر مثل قراءة التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. Төртінші күні таравих намазға қатысқан адамдарға Тауратты, Инжилді, Забурды және Құранды толық оқып шыққандағы алған сауаптай сауапқа кенеледі. وفي ليلة الخامسة أعطاه الله تعالى مثل ما صلى في المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الأقصى. Бесінші күні таравих намазға қатысқан адамдарға Алла тағала Масжидул Харамда, Меккедегі мешітте, Масжидул Мәдина, Мәдинадағы Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мешітінде, Масжидул Ақса, Құддустағы Ақса мешітінде намаз оқығандағыдай сауаптарды береді. وفي ليلة السادسة أعطاه الله تعالى ثواب من طاف بالبيت المعمور ويستغفر له كل حجر ومدر. Алтыншы күні Алла тағала Байтул Маъмурды тауап қылғанның сауабын береді дейді. Және оған әрбір тас истиғфар айтатын болады. Байтул Маъмур дегеніміз мынау жерде Каба, біздің зиярат қылатын жеріміз Байтуллах болса, Байтул Харам. Тура соның үстінде 7 қабат көкте періштелер зиярат қылатын, ғибадат жасайтын мешіт бар дейді. Оны Байтул Маъмур деп айтады дейді. Сонда сол 6-шы күні таравих намазға қатысқан адамға Байтул Маъмурда 7 қабат көктегі, сол Кабатлардың үстіндегі 7 қабат көкте тұрған Байтул Маъмурда тауап жасап, ибадат жасағанның сауабы беріледі дейді. Және жер бетіндегі қаншама тас болса, сол тастардың барлығы ол адамға истиғфар айтып тұрады. وفي ليلة السابعة كأنما أدرك موسى عليه السلام ونصره على فرعون وهامان. Жетінші күні таравих намазға қатысқан адамдарға тура Мұса алейхиссаламның заманына тап болып, сол кісімен замандас болып, Перғауынға қарсы, Хаманға қарсы
сол кісіге жәрдем берген адамның сауабына кенеледі дейді. وفي ليلة الثامنة أعطاه الله تعالى ما أعطى إبراهيم عليه السلام. Сегізінші күні тарауихқа қатысқан адамдарға Алла Тағала Ибрахим алейхиссаламға не берген болса, соны сауабына осы кісіге де береді дейді. وفي ليلة التاسعة كأنما عبد الله تعالى عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. 9-шы күні тарауихқа қатысқан адамдарға пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям ибадат қылып қанша сауап алған болса, тура сонша сауап алған адамның сауабын Алла Тағала сол кезде береді дейді. وفي ليلة العاشرة يرزقه الله تعالى خير الدنيا والآخرة. 10-шы күні тарауих оқыған адамдарға Алла Тағала дүние жақсылықтары мен ақырет жақсылықтарын рызықтандырады, яғни береді. وفي ليلة الحادية عشرة يخرج من الدنيا كيوم ولد من بطن أمه. 11-ші күні тарауих намазға қатысқан адамдар осы дүниеден келешекте сол анасының қарнынан қандай пәк болып шыққан болса, тура сондай пәк болып шығуды нәсіп етеді. Яғни соңғы ақырғы уақытта бұл дүниеден өтер кезде анасының қарнынан шыққан кезде қандай күнәсіз пәк болып шыққан болса, тура сондай болып бұл дүниеден өтуді Алла Тағала оған нәсіп етеді дейді. Дүниеден өткен шағында сондай күнәсіз болып өтуді нәсіп етеді. وفي ليلة الثانية عشرة جاء يوم القيامة ووجهه كقمر ليلة البدر. 12-ші күні тарауих намазына қатысқан адамдар қиямет күні келген кезде жүздері Бәдір түнінің айындай жарық болады. Сондай жарықты Алла Тағала нәсіп етеді. Яғни Бәдір түнінде бізде мынау толған ай дейміз ғой. Ай туылғаннан кейін 14-15 күнде толады. Сөйтіп жап-жарық болады. Тура сондай айдың жарығындай жап-жарық болып жүзі нұрлы болады. Осындай қасиетті Алла Тағала қиямет күні сондай болып нәсіп етеді. وفي ليلة الثالثة عشرة جاء يوم القيامة آمنا من كل سوء. 13-ші күні тарауихқа қатысқан адамдарға Алла Тағала сондай бір нығмет береді. Қиямет күні келгенде ол қияметтің бүкіл жамандығынан аман болады. Қияметтің бүкіл қиыншылығынан, бүкіл жамандығынан ол адам аман болады. وفي ليلة الرابعة عشرة جاءت الملائكة يشهدون له أنه قد صلى التراويح فلا يحاسبه الله تعالى يوم القيامة. 14-ші күні тарауих намазын оқыған адамдарға қиямет күні болған кезде періштелер келіп Алла Тағаланың алдында куәлік береді екен. Я Алла Тағала, бұл пендең тарауих намазын оқыған, жамаатпен тарауих намазына қатысқан деп куәлік береді дейді. Алла Тағала сол кезде ол адамға амалдарını есеп кітап қылмайды, сұрақ сауал қылмайды дейді. Амалдарын есеп қысап жақсылығанша, жамандағанша деп есептемейді, жібере салады дейді. Осы 14-ші күнде тарауихқа қатысқан адамдардың сауабы, фазилаты. وفي ليلة الخامسة عشرة تصلي عليه الملائكة وحملة العرش والكرسي. 15-ші күні тарауих намазға қатысқан адамдарға періштелер дұға жасайды. Бүкіл періштелер. Хамалатул арш ва курш. Арш пен куршты көтеріп тұрған бүкіл періштелердің барлығы сол кісіге дұға жасайды. Истигфар айтады. Я Алла, оның күнәсін кешір. Я Алла, оның күнәсін кешір деп 15-ші күні тарауих оқыған адамдарға осындай истигфар айтады. Күнәсін кешіруді Алладан сұрайды. وفي ليلة السادسة عشرة كتب الله له براءة النجاة من النار وبراءة الدخول في الجنة. 15-ші күні тарауих намазға қатысқан адамдарға Алла Тағала жазып қояды. Бұл адам дозақтан құтылды. Бұл адам жәннатқа кіретін болды деп Алла Тағала жазып қояды дейді.
وفي الليلة السابعة عشرة يعطي الله مثل ثواب الأنبياء. Yani 17 күні тарауих намазын қатысқан адамдарға Алла тағала бүкіл пайғамбардың қандай сауап берген болса, тура сондай сауап береді. وفي ليلة الثامنة عشرة نادى ملك يا عبد الله إن الله رضي عنك وعن والديك. 18 күні тарауихқа қатысқан адамдарға періште келіп, ей Алланың құлы, ақиқатта Алла тағала сенен разы болды, және Алла тағала сенің атанаңдан да разы болды деп хабар айтып кетеді дейді. وفي الليلة التاسعة عشرة يرفع الله درجته في الفردوس. 19 күн тарауих оқыған адамдарға Алла тағала Фирдаус жәннаттағы дәрежелерін көтеріп қояды дейді. وفي ليلة العشرين يعطي الله ثواب الشهداء والصالحين. 20 күн тарауих оқыған адамдарға Алла тағала шахид пенен салих кісілердің, жақсы ізгі адамдардың сауабын береді. وفي ليلة الحادية وعشرين بنى الله له بيتا في الجنة من النور. 21 күн тарауих оқыған адамдарға Алла тағала жәннатта нұрдан болған бір үй соғып қояды, ғимарат үй соғып қояды. وفي ليلة الثانية وعشرين جاء يوم القيامة آمنا من كل عم وحم. 22 күні тарауих оқыған адамдарға Алла тағала бір қала соғып береді жәннаттан. Бағана үй соғып берген болса, енді үлкен бір соған кісіге арнап қала соғып береді. وفي الليلة الرابعة وعشرين كان له 24 دعوة مستجابة. 24 күні тарауихқа қатысқан адамдарға Алла тағала 24 дұғасын қабыл етеді. 24 дауатын мұстажабатын. 24 дұғасын қабыл етуді мүмкіншілігін береді. 24 күннің тарауихқа қатысқан адамда 24 дұғасы қабыл ететіндей мүмкіншілік алады. وفي ليلة الخامسة وعشرين يرفع الله تعالى عنه عذاب القبر. 25 күн тарауих намазға қатысқан адамдарға Алла тағала азап қабырын көтеріп жібереді. Олар азап қабырына ұшырамайды. وفي ليلة السادسة وعشرين يرفع الله تعالى له ثوابه 40 عاما. 26 күні тарауих намазға қатысқан адамдарға Алла тағала сауаптарını 40 жылдық сауап қылып жазады. 1 жылдық сауабını 40 жылдық сауап қылып жазады. وفي ليلة السابعة وعشرين جاز يوم القيامة على الصراط كالبرق الخاطف. Ал 27 күні тарауих намазға қатысқан адамдар қыл көпірден жарқ еткен найзағайдай өтетіндей мүмкіншілік алады. وفي الليلة الثامنة وعشرين يرفع الله له 1000 درجات في الجنة. 28 күні тарауих намазын оқыған адамдар жәннатта дәрежесі 1000 есе көтеріледі. Алла тағала ол кісінің дәрежесін жәннатта 1000 есе арттырады. وفي ليلة التاسعة وعشرين أعطاه الله ثواب 1000 حجة مقبولة. 29 күні тарауих оқыған адамдарға Алла тағала Алла тағала оған береді, сауап береді. 1000 حجة مقبولة, қабыл болған 1000 құжаттың сауабын береді. Ертең қиямет күні барған кезде құжат керек қой, дәлел керек, мынандай жақсылық жасады деген. Сонда қабыл болған 1000 құжаты бар бұның. 1000 амалының қабыл болған 1000 амалының құжаты бар деп, сонда 1000 амалдың құжатының қолына береді дейді. Қабыл болғандығын. Сонда 1000 амалы оның қабыл болған болады. وفي ليلة الثلاثين يقول الله يا عبدي كل من ثمار الجنة كل من ثمار الجنة واغتسل من ماء واشرب من كوثر أنا ربك وأنت عبدي. 30 күні тарауихқа қатысып Рамадан айы біткен кезде Алла тағала айтады екен: ей құлым, күл, іш, же,
мына жәннаттың жемістерінен же. Вақтасил миммайн, ана жәннаттың суына шомыл. Вашриб минал каусар, ана каусар бұлағынан іш. Ана роббука, мен сенің раббыңмын. Ва анта абди, ал сен болсаң менің құлымсың. Ананың бәрін саған жараттым, осының бәрі сенікі, іш, же, шомыл, мынаның бәрін пайдалан деп 30-ші күні Алла тағала өзі сөйтіп айтады дейді. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Құрметті мұсылмандар, Алла тағала осы тарауихтарда барлықтарымызға осы сауаптарға кенеуілді Алла тағала нәсіп етсін. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату.